Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Есімім Қуанбай Ерназар, Оксипроп компаниясының негізін қалаушы боламын. Біздің кәсіп саласына жүргенімізге 2 жылдан асып, 3 жылға таяп қалды. Осы уақыт аралығында өзіміздің кішігірім жиған тәжірибемізбен сіздермен жаңадан бастайын деп жатқан адамдар болса, бөліссек деп отырмыз. Егер де Қытайдан бір зат әкеп сатқысы келетін сондай ой бар, ниеті бар адамдар болса, осы видеоны міндетті түрде көріңіздер. Қазір неше түрлі курстар көп, неше түрлі нәрсе үйрететін, кәсіпке үйрететін. Біз үйрету мақсатында емес, өзіміздің не істеп жүргенімізді бүгін қысқаша түсіндіріп өтейік. Сіздер егер кәсіпкер болғыларыңыз келсе, ешқашан жеңіл жолды таңдамаңыздар. Мысалы, Қытайға заңсыз төлеп, заңсыз тауар алып келіп сату, ол екінің бірінің қолынан келеді, өте оңай нәрсе. Бірақ ол тәсілмен сіздердің кәсіптеріңіз үлкеймейді. Өйткені сіздер үлкен кәсіп ашу үшін үлкен фирмалармен жұмыс істеу керек. Ал үлкен фирмалармен жұмыс істеу үшін барлығын заңды істеулеріңіз керек. Оларға құжатымен керек, НДС-мен керек. Енді біз басында сол кішігірім неден бастадық, ол баста өте қиын болды. Ештеңе түсінбейміз, ешкім ештеңе айтпайды. Сол сәтті ойлай отырып, сіздерде сондай адам бар шығар деп кішігірім көмек болсын деп түсіріп отырмыз бүгінгі видеоны. Оны қысқаша ауызбен айтып өтейін десем, өте көп процестер бар екен. Сол үшін қағазға алдын ала дайындалып жазып алдым. Қалай басылады жалпы біздің товар әкелуіміз? Біз ең бірінші осы жерде тапсырыстың тізімін жасаймыз. Қай товардан қанша штук аламыз, қосалқы бөлшектерінен қанша алдырамыз. Соны командамен ақылдаса отырып осыны дайындаймыз тізімін. Содан кейін оны біздің Қытаймен сөйлесетін специалистке береміз. Ол қытайлармен сөйлесіп, заказ бағасын көлемін анықтайды, саудаласады, оның қашан дайын болатын, келіседі. Сөйтіп, келіскеннен кейін барып, біз алғашқы 30% төлейміз. Ол кезде әрине бұл жерден инвойс, sales контракт міндетті түрде болу керек. Оны барлық осы салада жүргендер инвойс, sales контракт дейді. Негізі ол инвойс дегеніміз счет на оплату. Sales контракт ол сатып алу келісім шарты. Сол инвойста барлығы дұрыс болу керек. Бізде Қытайлардың көп заводтарда, білмеймін, тәжірибесі аздау қызметкерлер жұмыс істейді ма? Олар инвойсты біз істейтін 10 шақты завод болса, соның 1-2 ғана инвойсты дұрыс жазып бере алады. Қалғандарын бәрін өзіміз түзетеміз. Егер ол инвойс пен sales контракт дұрыс болмаса, банк перевод қабылдамай қояды. Ол өте маңызды. Ол жерде сумасын дұрыс көрсету керек. Оның ішіне доставка ішінде ма, логистика жоқ сыртында ма? Сол сияқты кішігірім заттарға мән беріңіздер. Сосын біздің жаңағы бәрі дұрыс болса, егер sales контракт бәрі дұрыс болған жағдайда, бізде бухгалтериядан төлейміз, конвертация жасаймыз, юаньмен немесе доллармен төлейміз шетелге. Реклама болмасын, бұл жерде біз банк таңдаған кезде бір таңдап счет ашқан жоқпыз. Регистрация жасайтын жерлердің көбінде Альфа банк менеджерлері жүреді, сол үшін Альфа банк таңдағанбыз, бірақ кейінде біз басқа банк ауыстырып көрейік деп Евразийский банкпен де істеп көрдік, бірақ Альфа банк шетелге перевод жағынан әсіресе Қытаймен жұмыс істегенге өте тиімді. Сосын жарайды, төленді 30% дайындалып жатыр. Товар дайын болғанша біз дайын болатын күнін нақтылап, оның көлемін шамамен білгеннен кейін логистика іздей бастаймыз. Ал логистер бізден жаңағы документтерді сұрайды, sales контракты, жаңағы инвойсты, сосын пакинг лист сұрайды. Пакинг лист дегеніміз ол өте маңызды. Бәрі маңызды екен ғой бұл жерде. Пакинг листі өйткені мысалға ол пакинг лист дегеніміз заттың көлемі, салмағы, оның өлшемі ғой. Сол бойынша логист іздейміз. Егер ол пакинг лист қате жазылса, Қазақстанға келген кезде таможнядан красныйға түссе, красный коридорға, ол пакинг листтегі сәйкес келмесе, ол нарушение болып табылады. Сол үшін біз штраф төлейміз, экспертизаға жіберу керек болады, 10-15 күн күту керек болады. Қиын. Сол үшін пакинг листті міндетті түрде тексеріп, қадағалап айтыңыздар Қытайларға. Олар дұрыстап берсін. Товардың таза салмағы қанша, қорабымен салмағы қанша екенін міндетті түрде айту керек. Ол логистермен келіскенде де солай. Ал сол Қытайлар берген пакинг листпен келісеміз, кейін по факту оның
көлем басқа болса логисттермен айырмашылығын төлейтін боламыз. Алдын ала логисттермен келісіп жоспар алып қоямыз. План дейміз орысша. Жоспар алынып, сол күні товар дайын болып, сол күні шығу керек. Ол жерде де қадағалап айту керек. Егерде завод уәделескен күні товар дайындамаса, жоспардың күні бір күн өтіп кетсе, сіздер келесі планға қалып кетесіздер де, товарыңыз тағы да 1-2 апта жатып қалады. Сол үшін қадағалап, шегелеп айту керек. Ол маңызды. Сіздер өйткені бір-бірлеріңізбен партнерсыздар. Бір-бірлеріңізді арқасында жан-бағып отырсыздар. Ол мейлі қаншалықты үлкен завод болса да, сіз сияқты жүздеген, мыңдаған кіші кәсіпкерлердің арқасында жан-бағып отыр. Бір-бірлеріңізге көмектесулеріңіз керек. Келесі ол контейнер. Контейнерді негізі контейнермен тасып жатырмыз біз қазір товарды. Енді жаңадан бастағандар контейнер толтыру қиын болады шығар. Бір 10 шақты логистпен сөйлесіп, қайсы жылдам, қайсы бағасы арзан екенін ерінбей іздеу керек. Ал біз өзіміз шамы бар контейнер толтыруға тырысамыз, сонда бізге арзанға түседі. Контейнер жарты болса да, толы болса да сол бағаны төлейміз. Бірақ контейнердің өзінің шегі бар. 25-30 тоннадан артық жүк баса алмаймыз. Сосын ішіне кубатурасы енді 60 кубтан 66 куб ба, содан артық товар сыймайды оның ішіне. Келесі ол біздің саламыз кішкене қауіптірек, күрделірек, қиындау деп айтсам болады. Өйткені бізде газовый пистолеттердің ішінде газовый баллончик болады, оның ішінде пропан, бутан бар, ол өте қауіпті заттарға жатады. Сосын біз пороховой монтажын пистолеттерге порох алып келеміз. Олар да өте қауіпті. Және де батарейкалар литий-ионный, олар жарылуы мүмкін, өз-өзінен жарылуы мүмкін олар. Және де бір бесщеточный қозғалтқыштар, олардың да ішінде магнитный бір нәрсе болады дейді, диас айтты, мен ол жағын түсінбеймін. Жалпы сондай заттарға біз КНБ-дан рұқсат қағаз аламыз. Ішкі қауіпсіздік комитет дейміз бе қазақша, содан рұқсат қағаз аламыз осындай заттар тасу үшін. Ол неге арналған, соғысқа арналмағандығын дәлелдеп, құрылыс жұмыстарына арналған сондай қағаз алып, лицензия аламыз. Сол арқылы кіргіземіз. Сосын әр товарға сертификация жасалыну керек. Сертификат болмаса, товарды сатуға рұқсатыңыз жоқ. Егер сертификат сатсаңыз, онда заң бойынша жауапқа тартыласыз. Сосын келесі этаптарда жарайды, товар келді дейік. Қазақстанға границадан өтті, айтпақ шекарадан өтетін кезде құжат рәсімдеуге екі шекарадан да әр инвойсқа 30 мың теңгеден ба, $100 ба төлейміз. Әр инвойсқа. Сол үшін сіздерде бір контейнерде бір инвойс болған өте тиімді. Егер бір контейнердің ішінде 10 шақты инвойс болса, онда қиынға түседі. Товардың саны көбейген сайын себестоимостына азырақ әсер ететін болады. Мысалға, мен бір тал инструмент алып келсем де, оған сертификат жасатам, оған сол инвойсқа документтерін жасатам, брокерский услуга төлейм. Ол 100 болса да, 1 болса да, сол расход кетеді. Ал оны 100-ге 200 штукқа бөлген кезде ол көрінбей кетеді. Біреуіне 200 теңге, 500 теңгеден шығады. Сол үшін бастамасы қиын, бірақ еңбектеніп, шыдап, оборот жинап алсаңыздар, кейін бұл расходтардың барлығы көрінбей кететін болады. Мелочь болып болады. Мысалға, бір контейнер товарда бізде бір контейнердің ішінде 60-70 миллион товары болса, оларға бөлсек, жаңағы расходтарды, контейнердің доставкасы, жаңағы брокерский услуганы, СВХ-ның жаңағы хранениесін бәрін бөлетін болсақ, көзге көрінбей кетеді. Сол үшін біз арзан бағаны ұстап тұра аламыз. Жаңа границадан, шекарадан солай құжаттарын рәсімдеп өткіздік. Енді келесі этап ол Алматыға келгеннен кейін, егер ЖД-мен алып келген болсақ, СВХ-ға кетеді. Біз СВХ-ны алдын ала Қытайдан документ жазған кезде көрсетеміз. Өйткені біздің бір СВХ-мен жұмыс істегеніміз тиімді. Олармен ортақ бір бағамыз болады келіскен. Үнемі сол СВХ-ны көрсетіп отырамыз. Сол СВХ-ға келгеннен кейін, егер белгілемесеңіз кез келген СВХ-ға бару мүмкін. Сол СВХ-ға барғаннан кейін біз сол жерден дорожный накладнойды аламыз. Сол накладнойны алып, документтер келеді. Сол документті алып, біз неге брокерге жібереміз өзіміздің. Брокер сол сәттен басталады, жұмысы растамошка жасайды. Ол жерде әр товардың өзінің ТНВ коды болады. Біз алдын ала дайындаймыз ол құжаттардың бәрін.
Сол ТНВ коды бойынша әр товардың өзінің салықтары болады бекітілген. 5%, 8%, кейбірін 0% болуы мүмкін, кейбірі 20-30%-ке кетуі мүмкін. Сөйтіп, әр товарға міндетті түрде 12% НДС төлейміз. НДС ол міндетті. Кез келген товарға 12% НДС. Оның үстіне жаңа поштадан қоса беріңіз. Сосын ол налогтардың бәрін төледік делік. Бірақ жұмыс онымен де бітпейді. Бәрін заңды істеп тұрсақ, бәрін көрініп тұр, банктен перевод жасалып тұр. Бұрында тасып жатырмыз ол товарды. Бірақ соған қарамастан жаңа декларация подавать еткен кезде оның бәрі электронды, адам қолында емес. Ол тисе терекке, тимесе бұтаққа деп неше түрлі коридордар шығарады. Бұл жерде 4-5 түрлі коридор бар ғой деймін. Қызыл, жасыл, сары, сұр деген әртүрлі цветтерін белгілеп қойған. Ең жақсысы жасыл коридор. Жасыл коридор шықса, сіздің жаңа инвойс пен декларация подавать еткен кезде, онда бірден алып кетуге болады. Бірден алып кете аласыз товарды. Егер де сұр, сары, көк шығып жатса, онда бір жерлер дұрыс емес деген сөз. Оны дұрыстау керек. Жасылға өзгерту керек дұрыстап. Егер де сізде қызыл коридор шықса, ол ең қиын, ең жаманы. Ол міндетті түрде шығады бәрібір, әр жыл шығып отырады. Қызыл коридор шыққан кезде ол досмотр болады деген сөз. Таможенный инспектор сіздің келген затыңызды камераға түсіріп тексереді. Егер бір заң бұзушылықтар болса, нарушение болса, онда ары қарай қиындай береді жағдайыңыз. Одан бөлек жарайды, қызыл коридор түсті деге. Сөйтіп таможенный инспектор контейнерді, жаңа пломбыны камераның көзінше ашу керек. Сөйтіп ішіндегі заттарды алып, салмағы бәрі характеристикаға сәйкес келе ме, келмей ме, ТНВ код соныкі ма, емес пе, соның бәрін тексереді. Сол үшін ТНВ код таңдауда өте мұқият болыңыздар. Егер қателесіп кетсеңіздер, ол да жыр болады. ТНВ кодты өзгерту керек болады. Өзгерткеннен кейін оның жаңағы госпошлинасы әртүрлі болса, налог тағы да төлеу керек болады үстіне қосып. Сосын нарушение шығып, егер де товарыңыз сәйкес келмей, салмағы бір нәрсе сәйкес келмей, ТНВ код сәйкес келмей жатса, еще оны экспертизаға жібереді. 15 күн күту керек болады тағы да. Сіз ойлаңыз, сіз тапсырыс бердіңіз. Заводта 15-20 күн дайындалды. Жоспар күттіңіз 1-2 апта. Сосын товарыңыз жолға шықты, 2 аптадан кейін келді. Арада 1,5-2 ай өтті. Сіз товарыңызды алуға соншалықты асықсыз, тұтынушыларыңыз күтіп тұр. Товарыңызды алайын деп салықтың бәрін төледіңіз, заңды бәрін дұрыс істедіңіз. Бірақ әлі де ала алмайды сол жаңа кедергілер, границадағы, таможеннадағы кедергілер. Сол кезде сіз сынбаңыз. Осындай қиыншылықтан өтсеңіз, сіз өте мықты кәсіпкер болып шығасыз. Шетелде, шетелде мындай оңай жолдарын айта беруге болмайды. Бұның бір жақсы жағы менің ойымша, осы этаптардан өткен адам кәсіпкер, нағыз мықты кәсіпкер болады деп ойлаймын. Сөйтіп жарайды, жаңағы нені күтіп алдық дейік. Бірақ мен түсінбейтінім осы жерде үкімет кез келген Қазақстанда кәсіптің 20% учредитель болып табылады. Өйткені прибыльдің 20% үкіметке төлейсіз салық. Оның сыртында қаншама салықтар төлеп жатсыздар. Біз биылғы жылдың өзінде қазірге дейін 50 миллион салық төлеп үлгердік үкіметке. Бірақ өзіміз 50 миллион табыс таптық па, таппадық па. Демек 30-40%-ке жету мүмкін үкіметтің үлесі кәсіптегі. Егер сіз бір кәсіптің жарайды 20% иесі болсаңыз, сіз ол кәсіптің аяғынан шалар ма едіңіз? Сіз барынша көмектесесіз, қолдайсыз. Сол үшін үкіметтен кәсіпкерлерге көбірек қолдау болса екен деймін. Ең болмаса бәрін төлеп жатырмыз, салықтан неден қашпаймыз, жеңілдетпесе де осы процестерді шама бар, қазір 21-ші ғасыр автоматтандырып жеңілдетсе жақсы болар еді. Кәсіпкерлерді қолдау керек, үкіметті, билікті, мемлекетті дамытатын негізі кәсіпкерлер. Қызыл коридорды жарайды, жаңағы мынандай жағдай болады. Бізде болған бір-екі рет корректировкаға түстік. Сендер заводтан арзанға алып, налогтан қашып отырсыңдар деген күмән болады. Ондай жағдайда біз жаңағы артық налогын төлеп береміз. Мысалға, бір инструмент біз 100 мың теңгеге алдық заводтан, бірақ ол бұрында 150 мың теңгеге өткен. Енді айтады бізге, сендер 150 мың теңге инструменті 100 мыңға өтірік жаздырып алыңдар дейді.
біз мүмкін саудаласқан шығар, мүмкін үлкен көлемде алған шығармыз, мүмкін басқа түр шығар. Соны дәлелдеуіміз керек. Біз жаңа 100 мың теңгеге емес, 150 мың теңгеге налог төлейміз, енді үстінен тағы да төлейміз. Ол бірақ депозитный счетқа түседі. Депозитный счетта жатады, ол ақшаны сөйтіп шығарып алуымыз керек, дәлелдеп. Дәлелдеу үшін біраз құжаттар жинау керек, біраз уақыт кетеді. Біз бір 600 мың теңгедей артық ақша төледік депозитный счетқа былтыр қыстың алдында. Соны бір 5-6 айдан кейін барып алдық. Оның бәрі енді жаңадан бастаған кәсіпкерге ауыр тиеді, өйткені сіз ақшаңызды өзіңіз жеткізе алмай жатсыз, айналдыра алмайсыз. Сөйтіп отқанда үкімет сізден артық ақша алып, оны жұмыс еткізбей жатқызып қояды. Енді айта берсек әңгіме көп. Негізі жұмыс істеп өздеріңіз барысында көріңіздер, түсініңіздер. Егер мен әңгімемнен бір жер түсініксіз болса, хабарласыңыздар, жеке өзіммен хабарласып сұрай аласыздар. Мен ешқандай қысылмай сіздерге көмектесе аламын. Так, енді бұл енді бірдеңе үйрету, бір бизнес мақсатында емес, бұл қазақ жігіттері бір-бірлерін қолдасын, кәсіп істеп үйренсін деген әңгіме ғой. Бізден де мықты көп кәсіпкерлер бар. Бірақ өзіміздің басымыздан өткен оқиғаны айтып отырмын. Өзіміздің тәжірибемізбен бөлісіп отырмын. Онда қазір мен сіздерге Нұржан деген біздің осы жұмыстардың бәріне жауап беретін жігіт таныстырайын. Ары қарай сол жігітпен бірге жұмыс барысында көресіздер. Қалай болады, қай жерге бару керек, соның бәрін бірге көріңіздер, ерінбей. Қазір онда Нұржанға барайық, мына жерде отыратын. Жаңа айтуды ұмытып кеттім, товарды алғаннан кейін не болатын. Товарды алғаннан кейін жаңа СФХ-ның услугасын төлейміз хранениеге. Егер ол бір апта тұрса, хранение бізге 30 мың теңге шамасында. Егер бір аптадан асып товарыңыз жатып қалса, оның бағасы өте қымбат болып кетеді. Сосын контейнерді жеткізу ақысы бар, складқа дейін. Ол бір 50-60 мың теңгені құрайды. Біздің склад өткен СФХ-ға жақын. Сол үшін жаңа айттым ғой, СФХ-ны өздеріңіз таңдаңыздар складқа жақын жерден. Содан кейін ол жерде жаңа кара жалдау керек болады. Егер досмотр болатын болса, ауыр заттар шығару керек болса сыртқа. Жүк тасымалдаушылар жалдау керек болады. Сосын контейнер біздің складқа жеткеннен кейін ол жерде тағы да кара керек болады. Тағы да жаңа жүк түсіруші адамдар қажет болады. Олардың да қазір ақысы аз емес. Оның бәрі расходты қарап отырсаңыздар. Баға қайдан шығады? Себестоимостьті осылай анықтаймыз, осы расходтардың бәрін қосып. Содан кейін біз сатқаннан кейін тағы да налог төлейміз. Сатылған суммадан тағы НДС төлейміз 12%. Бірақ жаңа границадан өткендегі растаможка кезіндегі 12%-ті жаңағы 12%-тен азайтамыз. НДС-тен сатылған суммадан. Сосын табыс салығын төлейміз. Жұмысшылардың жалақысы бар. Мына жер жалдау ақысы бар, аренда, сондай расходтар жеткілікті. Оның сыртында рекламаның бюджеті бар, көп айта берсек. Жаңа алған контейнерді қайттан Қытайға салып жүрек, ол да расход. Нұржан, міне, Нұржан ұстап алдық. Нұржан біздің компанияның переводчик, өзі логист, жаңа документацияның бәрін осы жасайды, растамошы жағын брокер, барлық жұмысты осы жігітке тапсырамыз. Бизнес үлкею үшін команда қажет. Командаға осындай мықты жігіттер, мықты азаматтар қажет. Олардың бір жерге жиналса ғана үлкен компания шығады. Жақсы онда Нұржан. Ары қарай саған тапсырдым, жұмыста контейнер келіп тұр екен. Документтер бәрі дайын ғой? Иә. Счетта ақша бар, иә? Налогтар төленді ме? Налогтар төленген. Декларация толтырылған. Болды, товарды алып кетсек болады. Онда көрсет, максимум ашып, иә? Қазір бухгалтерияға документ ұста кетейін. Жарайды. Көрсетпесе айтыңыздар. Жақсы, онда сол склад жақта жолығайық. Нұржан жұмысы растаможка Қытайға заказ беріп, жаңа этаптарын бәрін бітіріп, складқа алып келгеннен кейін ары қарай бізге тапсырады товарды. Сол жерге дейін Нұржанмен бірге болыңыздар. Біз қазір Меркур СФХ-сына келдік. Ол жерден біз өзіміздің контейнерімізді аламыз. Ол контейнер бізге Қытай Халық Республикасына Алматыға шейін 16 күнде келді. Одан кейін досмотрға түстік. Досмотрдың видеосын көретін болыстыр. Контейнерімізді көрсетейік. Контейнеріміз 40 тонналық контейнер.
барлығы жүкке толған, ішінде бос орын жоқ. Міне контейнер кеше ашып, пломбалары ашып, досмотр жүргіздік. Досмотр Аллаға шүкір бәрі жақсы өтті. Зеленый жасыл коридор қойып берді. Ішінде ешқандай нарушение, ештеңе болған жоқ. Қазір контейнерімізді алатын боламыз. Біраз минуттан кейін уже бізге КамАЗымыз келе жатыр. Фураға тиеп алып, одан кейін біздің складқа баратын боламыз. Көпшілік көрермендерге қызық болатын шығар, контейнер Қазақстанға шейін қалай жетеді, қанша күнде жетеді, растаможкасы қалай болады. Барлық процестер өте қызық болатын шығар, соны мен сіздерге айта кетейін. Ең бірінші контейнер Иву қаласындағы порттан біз товар алатын заводқа шейін барады. Заводқа барғаннан кейін завод онда біздің жүктер тиеді. Жүктер тиегеннен кейін план деген нәрсе болады. Ол әр кезде әрқалай именно біздің орталық Азияға көп беріле бермейді. Транзитный груздар бар, Қазақстан арқылы өтетін, Россияға, Өзбекстанға, Қырғызстанға өтетін. Сонымен қатар өзіміздің Қазақстанның заттары бар. Сондықтан кейбір заттар, осы контейнермен келетін заттар кешіп келіп жататын жағдайлар болады. Бізден көп клиенттер сұрайды, біз товар бітіп қалған кезде неге кешігіп жатыр, товар жоқ па, неге олай деп. Соған мен сіздерге жауап бере кетейін. Ол біріншіден логистика. Логистика пандемия басталғаннан бері өте қиын болып кетті. Уақыты ұзақ және қымбаттады біріншіден. Екіншіден, одан кейін контейнерлар порттан шыққаннан кейін станцияда, Қытай жақта көп тұрып қалып жатыр. Қытайдың станциясында, өйткені о жақта затор. Бұрындары контейнермен ешкім көп тасымайтын, барлығы фурамен таситын. Ал қазір фураның бағасы қымбаттап кетті, контейнерға ауысып жатыр көп поставщиктар. Контейнер Иву қаласынан шығады, шыққаннан кейін Қытай жағынан затаможкасы болады. Затаможка ол жерде барлық документтер, бізде барлық товарлар официально шығады, барлық документтармен. Одан кейін ол товар Харгосқа келеді, немесе Алтынкөлге. Алтынкөлде бізде сухой порт дейміз. Сол жерде порт бар, сухой порт. Ол жерде транзитный товарлар, Қазақстанның товарлары барлығы сол жерде. Сол арқылы өтеді. Сол жерден шыққаннан кейін біздің мына контейнеріміз жетіген Алматыдан 60 км жерде, 60 км жерде. Жетіген деген станцияда затор болып тұрып қалды. Ол жерде біз тағы 3 күн уақытымыз жоғалттық. 3 күннің ішінде товар бері қарай шықты. СВХ-ға келді, СВХ-ға келгеннен кейін таможенное оформление, растаможка болады, яғни оған тағы да 1-2 күн уақыт. Ол жерде егер барлық товарлар жақсы болып, зеленый коридорға түсіп жататын болса, онда товарды жылдам алып шығуға болады контейнерді. Кейбіреулер түсінбеуі мүмкін, зеленый коридор деген не, красный коридор деген не. Негізі 3 коридор болады. Біреу зеленый, желтый, красный, қызыл, яғни жасыл, одан кейін сары. Сары коридор, ол жерде досмотр болмайды, тек қана документтарын тексереді товарлардың. Егер товарлардың документтері барлығы дұрыс болатын болса, оған зеленый, яғни жасыл коридор қойып береді. Ал егер красный коридор түсетін болса, красный коридор ол яғни досмотр. Досмотр, видеофиксациямен досмотр болады. Бізге кеше досмотр жасады. Бүгін документтарын бәрін тексеріп, ешқандай да нарушение, яғни қателіктер болмады. Документ жағынан, товар жағынан. Сондықтан бізге жасыл коридор қойып берді. Енді жасыл коридор қойып бергеннен кейін, ол жақтан декларацияны алып, СВХ-ға келдік. СВХ-ға келдік деп пропуск алдық. Пропуск алдық, пропускқа қол қойып берді, СВХ-дан бәріне печат қойып берді. КамАЗымызды күтіп отырмыз, КамАЗ келеді. Товарды тиемізде, уже складқа барамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің контейнеріне козловой кранмен біздің фураға тиегел жатыр. Бұйыртса контейнерді алдық, алып біздің складта өте алыс емес мына жерден. 10-15 минутта складта болатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай кран өте үлкен. Питингқа кіргізеді ма тесіктеріне? Майна! Кранашықтардың тілінде майна деген түсір деген сөз. Контейнерімізді тиеп бастық өзіміздің фураға. Кеттік, складта көрсеміз.
Міне складқа да жеттік. Біздің фура қазір басы көріне бастады. Міне фура келді. Фурамызда біздің контейнеріміз. Склад мына жақта. Қазір разворот жасап, артымен складқа шейін қояды. Сол жақтан товарымызды түсіріп алатын боламыз. Контейнерді ашамыз қазір. Уже түсіруге дайындап. Человек-паук келді. Цыка. Қазір шамамен түнгі сағат 10-дар шамасы. Біздің контейнер негізі 2 сағат бұрын келген. Осында сәл кештеу болды. Жаңадан түсіріп бастап жатырмыз. Бұның себебі біз жүк түсіруге келген жігіттермен бағасына кішкене келісе алмай қалдық. Бастапқы бағаға олар істемейтіндігін айтты. Бұл да енді бизнестегі көрінбейтін проблемалардың бірі. Сонымен осында жігіттермен, басқа бір жігіттермен келісіп, рахмет ол жігіттерге түсіріп жатырмыз. Енді ол қазір еліміздегі проблема жұмысшы жетіспеушілік, жұмысының ақысының қымбаттығы, оларды түсінуге болады. Тиын 10-15 теңге ештеңе сатып аламайсың дейді. Енді біз берсек, бізде қиналып қаламыз дегендей. Жарайды, ептеп түсіріп жатырмыз товарды. Нұржанның жұмысы негізінен осы жермен бітті. Бұл Қытайдан арзан бағада табады товарды, заводпен келіседі, келісімшарт жүргізеді, оның ақшасын төлеп, сапасы бәрі дұрыс болса. Сосын логистик тауып, перевод жасап, ақшасын төлеп, бәрін осында Алматыға жеткізіп, осы складқа дейін алып келеді. Оның ортасында жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, қандай жұмыстар істелінетін. Таможня, очистка, жаңағы декларация бәрін, осы Нұржан істейтін документтердің бәрін. Жұмыс сағат 10 болса да әлі жұмыс біткен жоқ. Сағат 12-ге дейін тағы бір құжаттарды өткізіп үлгеру керек екен. Сонымен қазір Нұржан офис жаққа барып құжаттарды өткізсін, біз қалған товарларды реттеп түсіріп алайық, қабылдап. Жақсы, рахмет Нұржан. Давай, ертең жұмыстан ертең жолығамыз. Давай. Негізі бүгінгі видеоны түсіру мақсатымыз ол жаңадан бастап жатқан жас кәсіпкерлерге осы бизнестің көрінбейтін тұстарын, қыр-сырларын айтып өткіміз келген. Осындай жаңадан істейін деп жүрген адамдар болса, істеп бастаған адамдар болса, біз жаңадан бастаған кезде көп қиыншылықтар болған, көп сұрақтар болды. Оған жауап беретін адамдар табу да қиын болды, ақыл кеңес айтатын. Ең бірінші сіздерге айтар кеңесім, енді мен бір тәжірибелі кәсіпкер болмасам да, сіздер бірінші міндетті түрде заңды істеңіздер барлықтарын. Қиын болса да қиыншылығына шыдап, зато шыңды аласыздар. Заңды істесеңіздер, қалай болатын жаңа видео барысында көрдіңіздер ғой. Негізінен мен айтқым келгені, осы этапқа дейін біраз жұмыс істелінді, бірақ оның бәрі ештеңе емес. Қытайдан арзан бағада табу екінің бірінің қолынан келеді. Іздесеңіз, тіпті қытайша білмейтін адамда қазір тауып ала береді. Ол жерден заттың ақшасын төлей салу да оңай. Сіз осындағы кредит алыңыз, инвестордан алыңыз, немесе өз қалтаңызда ақшаны төлей салу ол өте оңай нәрсе. Төледіңіз, логистик таптыңыз, осы жерде жетеді, мыңдаған логистик бар Қазақстанда жеткізіп беретін товарыңызды. Келісіңіз, товарды алып келді, сіз күткен уақыттан шамасында складыңызға түсіріп алдыңыз. Міне, қызық енді басталады. Кәсіптегі ең маңызды нәрсе ол товарды сату. Ең бірінші мәселе. Қалған жаңа дизайн, логотип, сайт дейміз, көп нәрселерге көңіл бөлеміз ғой. Бірақ ең маңызды нәрсе бұл жерде сату. Сату үшін сіз өз товарыңызды жақсы білуіңіз керек, оны жақсы көруіңіз керек. Сол маңыз. Ойлаңызшы, соншама ақшаға товар алып алдыңыз, өтпей жатса, біздің жауапкершілік ертең таңертең басталады. Бұл товарды қуанып қабылдап түсіріп алдық, ертең бұл сатылып бастау керек. Біз жоспарлаған уақытта сатылып жоспар бойынша өтсе, онда
сол кезде ғана көңіліміз тынышталып бір жетістікке жеткендей боламыз. Сосын ол ақшадан келесі товар заказ беру керек, оның ара қашықтығы, ол ақша айналымда болу керек. Соның бәрін алып кету үшін біз әлі фирмамызды ретке келтіре алмай жатырмыз. Ақшаның бірде товар жетпей қалады, кейде ақша жетпей қалады, әйтеуір. Негізі кінәлі ақша сол, жетпейді бәрімізге әйтеуір. Онда склад жаққа барып бір көрсетіп өтейін, складтың ішін аралап. Біздің складымыз жап-жарық жарқырап тұр, освещение орнатып қойдық, өткенде дейміз. Мына жерде тұрған біздің шпательдер, айтып едік қой сіздерге, өзіміз шығарамыз деп қолдан келетін заттарды. Осы алюминий шпательдер, осылай әртүрлі өлшемде кесе береміз. 1 метрлігі, сосын мынандай лезвияларын салып, шуруппен бұрап, өте ыңғайлы. Қазір мұнда 360 метр шпатель бар. Егер осылардың қазір лезвияларын салып, жылдам сатылып жатса, бағасын ең төменгі бағада қоямыз. Мысалға, шторықтың шпательдері 80 сантиметрлігі 45 мың теңге тұрса, біздің 80 сантиметр шпательдің бағасы 10 мың теңге болады. Қол жетімді, бірдей сапада өзіміз шығарып тұрмыз. Келесі біздің мақтанышымыз ол штукатурный станция. Бұл Қазақстанда ең алғаш біз құрастырып шықтық. Осыны әр жолғы партиядан бір талын біз бір данасын қозғалтқыштарының жаңадан келген компрессорларының сапасын тексеру үшін әр партиядан бір штугін осылай қосып, тексеріп, сапасын тексереміз. Мына жаққа қарай баратын болсақ, корпустары жатыр, қаңқалар дайын. Қозғалтқыштарын салсақ, бұлар клиенттерге, тұтынушыларымызға жібере беретін боламыз. Ана жерде қосалқы бөлшектері, осылардың расходный материалдары, су өткізетін колбалар, шнектер, бәрі жеткілікті. Егерде сіздің алған штукатурный станцияңыз сынып жатса, қосалқы бөлшектерін еш алаңдамасаңыз болады. Мына жақта біздің лифкас ұшуға арналған Окси 970 маркалы безвоздушный распылителдер жиналып тұр. Бұл жерде қалған бір 30 штуктай шамасында қалыпты. Бүгінгі келген партияда 970 жоқ, сол үшін алып үлгеріңіздер 30 штукты. Бірақ лифкас ұшатын кішірек түрі бар, ол жаңа кішігірім объемдарға арналған. Частный квартираларды, кішігірім жұмыстарды істеуге арналған лифкас, водоэмульсия, краска бәрін шаша береді. Қазір осында бір коробкасын ашып, онда көрсетіп қояқ. Осы жолғы бізге жаңадан товардың түрі келген, ол мынандай наждачный кругтар келді. Ешқандай тесігі жоқ, майда-майда тесіктері көп, үлкен тесігі жоқ бұрынғыдай. Бұлардың көбісі мақтап, мықты мастерлар, шеберлер, ұсталар осыны тапсырыс бергеннен кейін осыдан алдырдық, осы жол көбірек қып. Сосын тағы бір жаңалық, бізде 40-дық, 80-дік және 320-алық наждачный кругтар қосылды. Оларында мына жерде үйіліп тұр, жеткілікті. Шлиф машинкамыздың түрі мынау. Осы 2 жылдан бері осы шлиф машинканы сатып келе жатырмыз ғой. Биылғы жылдың өзінде осы шлифовальный машинкадан 1000 штуктай өтті. Ана кішкентай складымызда мына жерде пистолеттер тұр, газовый монтажный пистолеттер. Соның мынау шегелері запаста қазір бір 1,5 миллиондай шеге бар, тек бір размердің өзінен. Мынау саңғы қағатын пистолет, SO2 деген. Мынау біздің зонтиктің сырьолары, патрондар, патроннан бір 130 мың штуктай қалыпты қызыл патроннан. Сосын мына жерге біз термопласт автоматты осында көшірдік. Өйткені ана жақта тұрғындар бізге көп жалобы жасады. Шулатыңдар, састыңдар деп. Сонымен осында көшірдік бұны. Әйтеуір орнатып қойдық. Бұл жерде су проблем болған үшін біз бұған охлаждениеге чиллер сатып алдық. Бұл чиллер бізге 600 мың теңгеге түсті. Бәрін цифрларды ашық айта берейік. Біз биылғы жылы қазір сентябрь болып қалды ғой, осыған дейін 50 миллиондай налог төлеп үлгердік үкіметке. 50 миллион налог төледі. Оборотымыз 600 миллионға жетті. Бұйырса жылдың аяғына дейін миллиардқа жеткіземіз деп отырмыз. Сонымен қатар осы контейнердің ішінде осындай құрылысшыларға арналған спец одежда бар, 300 комплект. Бұлардың бағасы налогымен бәрін қосқанда 9 мың теңге шығып отыр. Біз сол өз бағасында береміз сіздерге. Өйткені бұл жерде оксипроп деп жазылып тұр. Арқасында да сіздерге сапалы киім, біздің компанияға реклама
шалбарына дейін оксипроп деп жазылған екен. Сапасы өте жақсы. Кепілдік береміз сапасына. Алып киіп көріңіздер. Бригадамен алатын болу керек көпшілігі. Бағасы негізі сәл қымбаттап кетті, бірақ қолжетімді баға бәрібір. Басқа осы сападағы спец одеждалармен салыстырғанда өте жақсы баға. Біздің компания негізінен алғаш ашылған кезде біз тек пистолетхана сатпақшы болғанбыз. Оның өзінде газовый монтажный пистолетхана. Кейін оның қасына пороховой монтажный пистолеттерді қостық. Сөйтіп алғашқы партияда есімде 7 куб товар келді. Оның жалпы құны 6 миллион теңге болды. Соны Диас екеуміз әрең бір нәрсе таптық, кредит алдық, әйтеуір. Сөйтіп 1 миллион теңге растаможкасына кетті ол кезде. Сөйтіп сатып, ол ақшаның қайда кеткенін білмедік. Сөйтіп әйтеуір аяққа тұрып кеттік қой. Кейін распылителдерді сатуды негізі осы аппараттан бастағанбыз. Бұны Толик деген біздің тұрақты тұтынушымыз ең бірінші тапсырыс берген. Ол негізі мынандай түрін сұраған бізден. Өйткені Россияда осы түрі көп сатылады екен. Бірақ біз кейін қарастырсақ, бұған қарағанда осы гидропоршневой түрі әлдеқайда мықты, сапалы, жақсы келеді. Бағалары да шамалас. Сол үшін біз осыны алдырдық алғашқы партияда. Толикке рахмет негізі. Соның арқасында осы лифкас аппараттардың қазіргі таңда Қазақстан бойынша 200-ге жуық сатып үлгердік осындай аппараттан. Кейін біз түсіндік, бұның басқа да түрлері керек екен, адамдарға әртүрлі. Заводта бекер шығарылмайды, осының бәрі сұраныс бар болғаннан кейін шығарылып жатыр. Покрашенный аппараттардың біз ең кішкентай түрін 100 мың теңгелік түрлерінде әкеп сатпақшы болғанбыз, бірақ олар көңілімізден шықпады, жұмысқа жарамсыз. Біздің ғана емес, тұтынушыларымыз да оны жақтырмады. Оған қарағанда валикпен жылдам болады деп. Сол үшін қазіргі таңда бізде ең кішкентай аппарат покрашенный, ол мынау Oxy 450 деп аталатын аппарат. Бұның құны 165 мың теңге. Одан кейінгі Oxy 395, бұның бағасы 195 мың теңге. Сөйтіп кете береді, өрлеп. Сонымен 970 деген аппарат аяқтайды 1 миллион теңгемен. Арасындағы аппараттардың енді информацияларын видео ұзақ болып кетпесін, сіздер менеджерге хабарласу арқылы өздеріңізге керек ақпаратты аласыздар. Сөйтіп мен айтпағым, пистолеттен басталған компания қазір 2 жылдың ішінде осындай оборот жинап үлгердік. Артымызда тұрған тауардың қазіргі құны бір 150 миллион теңгеге жуық. Жақында 100 штукатурный станциямыз дайын болады. Олардың бағасы бір 200 миллион теңгеге таяды. Және газовый монтажный пистолеттерімізді, олардың расходный материалдарын қоссақ, қазіргі таңдағы біздің материалдардың бағасы шамамен 500 миллион үстінде. Бұл жаңағы 6 миллион теңгеден басталған кәсіп еді. Ол кезде Диас екеумізде 1,5 миллион теңгеден болған ақша. Бұның бәрі еңбектің, сабырдың арқасында деп ойлаймын. Құдайдың берген шығар біріншіден. Бұйырғаны болу керек. Бірақ біз Диас екеуміз осы уақытқа дейін фирмадан ақша алған емес, біз тек 250 мың теңге айлық аламыз. Соңында көмегі бар болу керек. Енді жеткіземіз шыдап, обороттағы ақша тиісуге болмайды. Бір бұйырған күні алармыз. Жалпы бүгінгі видеомызда кәсіп бастағысы келетін, кәсіппен айналысқысы келетін, айналысайын деп жүрген адамдарға бір пайдалы ақыл кеңестер, ақпараттар бердік деп ойлаймыз. Жалпы кәсіпкер деген ол өзгелерге пайда алып келетін адам, өзгелерге пайдасын тигізетін. Біздің төлеген налогтың арқасында мүмкін бір жерде жол салынып жатқан шығар, мүмкін бір жерде бір студенттер стипендия алып жатқан шығар, мүмкін біреудің қалтасына кетіп жатқан шығар. Бастысы біз адал жұмыс істеп жатырмыз. Соның арқасында компания көтеріліп келе жатыр, фирмамыз, шүкір. Биыл бұйырса жылдың аяғына дейін 1 миллиард оборотқа жетсек, келер жылы одан да биік мақсаттар қоятын боламыз. Осы әкеліп жатқан тауарлар қазір елімізде өнердің патологы болып тұр ғой, алып сатарлық. Қытайдан алып келіп Қазақстанға сату үлкен өнер болып тұр. Мен ойымша ол өнер емес, ешқандай да. Қолдан келетін затты өзімізде шығару керек. Біз осылай ептеп бір-бірден қолымыздан келетін зат шығара берсек, мүмкін продукциялардың 50%-ні өзімізде жасайтын болатын шығармыз. Бұйырса сол күнге жетеміз. Жақсы, сау болыңыздар онда.